Хабарыңыз бар, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2021 жылы 13 апрель күнгі 209 салы қарарына муафық халықаралық ымтихан системалары бойынша жоғары балл алған 30 жасқа шекемгі болған 18 түрдегі халықаралық сертификат бойынша ымтихан тапсыру қажеттілері толық қаплап беріледі. Хақиқи екенлігі тасдиқланған сертификат иелерінің қалауына бола төлемдер Жастар істері агенттігі тарапынан Халық банкі арқылы нақ hamda пластик карта арқылы қайтарылады. Статистикалық мәліметтарға қарағанда, Қарақалпақстан Республикасында 2022 жыл 210 жасқа 366 миллион 627 мың сом, ал 2023 жылы болса 471 жасқа 844 миллион 969 мың сом мықтарында компенсация пуллары төлеп берілген. Мен Қазбек Жалауов 2023 жылы инглиз тілі бойынша IELTS 7 сертификатына ие болдым. Бұл ымтиханды тапсыру төлемдері Жастар істері агенттігі тарапынан толық қаплап берілді. Бұндан тысқары қазіргі уақытта информационалық технологиялар жөнелісі бойынша социалдық жобаларды әмелге асырып жатырмын. Егер сіз тіл білсеңіз, жастар орайында IT дөңгелектерінде келешек кәсібі болған фрилансерлік сырларын үйреніп, сырт елдерден бұйыртпалар қабылдау арқылы сәп дараматқа ие болсаңыз болады. Өзім қатар теңдестерімді тіл үйренуге шақырып қаламын.